Саламатсыз Байқан әпше, пациент Ума Dental Clinic. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы Аллаға. Мен естім, сіз өзіңіз дәрігер болдыңыз. Мен дәрігермін. Зейнетке шығып, дәрігерлік қызметімді атқарып жатырмын. УЗИ саласында жұмыс жасаймын. Сіз біздің коллегамыз боласыз. Өте қуаныштымыз. Біздің клиникамыз Ума Dental, сіз қай жерден естіңіз? Мен қазір TikTok-тың ақпараттың заманы болғаннан кейін TikTok-ты қарадым, бүкіл интернеттегі осы стоматология, тіс дәрігерлері туралы көп ақпараттарды іздедім. Бірқанша жерлерге бардым, консультация алдым. Енді мен тоқтағаным осы жерге келіп, ең соңғы заманауи технологияны қолданып, жаңағы ауыртпай имплантты қояды деген, сосын осы арадан консультация алайын деп Азамат Асекеевтің приемына жазылып келгенмін. Ол кісі маған дәрігер толық бәрін түсіндірді. Енді мен зейнеткер болғаннан кейін бір жағынан қорықтым да, имплант маған болмайтын шығар, бірақ маған протездің басқаша бір әйтеуір жеңілдеу бір несін жасап беріңіз деп едім. Импланттан қорықпаңыз, қазір соңғы заманауи технологияны қолданып жатырмыз. Анализдеріңіздің бәрі жақсы болса, біз қоюға дайынбыз деген. Солай түгел анализдерімнің бәрін алып тексерді. Гепатит Б, С, состав, қанның составына түгел анализ, витаминдер, Д-ның бәрін алып қарады. Нені жақты 3D рентгенге түсірді, панорамный неге түсірді, бәрін сүйектің жағдайына қараймыз деді. Имплант бізді қойғанда барлық несін ескере отырып қою керек. Қойып ертең осложнение болмау үшін, пациенттер зардап шекпеу үшін деп барлығын айтып түсіндірді. Сосын осы клиникаға тоқтадым, сенім арттырдым. Бірінші имплантымды бір неделеден бұрын қойып берген. Тістің түбі нашар болғаннан кейін тісті алды да, сол орынға сразу имплантын орнатып берді. Мен сезбей де қалдым. Сезген де жоқпын имплант қойған. Кейін видеосын көрсетіп айттым, не тәте, сізге имплантыңызды қойдық деді. Мен қорқып отқаным, бекер келістім ау осы имплантқа. Жасымда жас емес қойды, бірақ ана соңғы заманауи технологияны қолданып жасанғанда бір жағынан қуандым да. Енді протездің аты протез ғой, алды аузыңнан түсіп та қалады. Адамның жасы өскен сайын жақтың еті қаша